Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге бүгін алмадан жасалатын компотты жасайтын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен алмалардың барлығын тазартып суға жуып аламыз. Мендегі алма бұл үйде өскен домашний алма. Сондықтан қазір барлығын мен кесіп, керек жерлерін аламын, тазартып аламын. Мінекей барлығын кесіп алдым, тазартып алдым. Енді осылардың барлығын қазір дайын тұрған банкілерге бөліп салатын боламын. Ең алдымен банктердің барлығын буға қайнатып, крышкасында қайнатып аламыз. Мінекей мен барлық алманы бөліп салдым. Менде 3 литрлік банка шықты. Одан кейін 3 литр банкіге 300 грамм қант қосамын. Ал 2 литрлік банкі болса 200 грамм қант қосқан дұрыс. Одан кейін лимонный кислота қосамын, шай қасықты толтырып, бір қасықтан қосып шығамын. Бұл лимонный кислота компотымыздың быршып, немесе ашып кетпеуіне көп көмегін тигізеді. Жылы жерде, үй жағдайында температурада сақтауға өте керемет әдіс. Сондықтан осындай әдіспен жасап көріңіздер. Мен қазір лимонный кислотаны қосамын да бірден суды құйып жауып тастайтын боламын. Мен оны ыдысқа құйып, қайтадан шекерін салып, үстіне құйып жатпаймын. Осылай лимонный кислотаны қосқаннан кейін бірден қайнап тұрған суды құйып жабатын боламын. Негізі аузы жақсы жабылса болғаны, бұл үй температурасында жақсы сақталады. Толтырып құям, өйткені қазір алмалар өзіне сіңіріп алғаннан кейін су азайып кетеді. Мінекей крышкасын жауып, қазір закрывашкамен сразу жабатын боламын. Негізі алмадан жасалған компот өзіме қатты ұнайды, дәмі ерекше болып шығады. Аузы жақсы жабылу үшін екінші қайтара айналдырып шығамын. Одан кейін банкыны аузын тексеретін боламын. Ешқандай да мінекей су кетіп тұрған жоқ. Осылайша барлығын тексеріп, негізі банкының аузы дұрыс жабылуына да байланысты. Банкының сақталуы, компоттың қысқа сақталуы ол жапқанға да байланысты. Сондықтан жақсылап жапқандарыңыз дұрыс. Ауа кіріп кетпеу керек, крышка жоғары қарай көтеріліп кетпеу керек. Если жоғары қарай көтеріліп ауа кіріп тұрса, оны ашып тастап, қайтадан жапқан дұрыс. Ол закрывашкаға де байланысты. Мендегі компот, барлық жапқан нәрселерім қысқа үй температурасында жақсы сақталады. Сондықтан менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен, қысқа арналған салаттармен, ачикалармен бөлісетін боламын. Мінекей екінші банкында дәл осылай үстіне ыстық суды құйып, қайнап тұрған суды құйып, бірден жауып тастап жатырмын. Осы әдіспен сіздер де жасап көріңіздер, өкінбейсіздер, уақыттарыңызды үнемдейсіздер. Сондықтан осы әдіспен пайдаланып көріңіздер. Мінекей екінші банкіміз дайын болды.
Мен барлық банкінің барлығын осылай жасап құйып жауып шықтым. Мінекей дайын. Енді осыны жылы плитке 1 суткіге қойып қоямыз. Одан кейін біздің компотымыз дайын. Менің рецептім сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментария басып, және де каналыма тіркеліп кетіңіздер.